егер жаңағы аратын сөзін айтпаңыз дейтін болсақ, бағанағы мен келтірген абайыңыздан бастап, шәкәріңізден қостап, мәшһүр жүсібіңізден тартып, міржақыбыңыз бар, мағжаныңыз бар, ғабдулғани, жаңағы сәдуақас деген есімдерге де тиісу керек болады. Мысалға Доспанбет, Бейімбет, Ақпанбет деп айтамыз ғой. Досмұхаммед деген сөз, Доспанбет деген. Қазақтың ең ескі жыраулардың ішін қарасаңыз, Асан Қайғыдан басталады қазақтың жыраулар поэзиясы. Хасан деген сөз, Хасан Құсейін. Құсайын дейді қазақта мысалы, оны Асан дейді қазақша икемделіп. Асан мен Үсен деп қоямыз. Немесе Бейімбет, Беймағамбет. Доспанбет, Досмағамбет. Ақмұхаммед, Ақпанбет мысалға. Сондықтан арабизация деп ұрандатып бағанағы патриот болып көрінгісі келетін, жұғымды жігіт атанғысы келіп жүрген кісілерден сұрау керек, сен нені айтқың келіп отыр, осыны талдашы, ары қарай тарқатшы. Жақсы, сен қазақ үшін жаны күйіп жүр екен, қандай варианттар ұсынасың? Қазақ болу дегеннің өлшемі қандай сен үшін? Деп мысалға сұрау керек. Біртік салу емес пе? Біртік салу емес пе? Мысалға сен қазақтың пәлен миллион мұсылманына сен тілің тиіп жатқан жоқ па? Әрбір деген соң бізде бісмілласыз қазақ жоқ қой. Қай қазақты барып айтсаңыз да, анау қырда жүрген, ешқашан мектеп бетін, универ бетін көрмеген қазақ бісміллә деп сөйлеседі мысалға. Деген дейді. Сондықтан жазбаның ар жағындағы интенция өте маңызды.